Қырық қыз туралы аңыз әңгіме ел аузында сақталып, ұрпақтан ұрпаққа аманат болып келе жатқан көне аңыз былай деп сыр шертеді. Ертеде, бәлкім ер төстіктің заманында болар, осы өңірде бір байдың қызы бой жетіп, ұзатылатын күні де келіп жетеді. Олар бесікте жатқанда аттастырылып қойылған екен. Осылай құда-құдағилар той жабдығына дайындалып, мәре-сәре болып қуанып жатады. Сұлу қыздар, сері жігіттер ән шырқап, палуандар белдесіп, шабандоздар көкпар тартып, ұлан-асыр жиынның көркін қыздырады. Әне, күйеу жігіт те келіп қалды деген қуанышты хабар келеді бір кезде. Мұны естіген ауыл қыздары топ-топ болып, бөріктеріне таққан үкілері желбіреп, етектері жер сызған бірге көйлектерін жел толқытып, болашақ жезделерінің алдынан күлімсіреп керіліп шығады. Сол кезде кенет бір қиырдан шаң көтеріліп, жан түршігерлік айқай естіледі. Жау шапты деген. Қалың ел аяқ астынан дүрлігіп, қолына қару ұстауға жарайтын ер азаматтардың барлығы атқа қонады. Бірақ тұтқиылдан тап берген жау олардың басын біріктірмей тоз-тоз етіп қанға бояп қырып салады. Әне, сол кезде күйеу жігітті күтуге шыққан қыздар, сұлу қыздар, шың басында жылап, еңіреп тұрып, о жаратқан ием, жеріміз отқа оранды, еліміз күлге айналды. Енді бізді жау қорлығынан құтқарып, тасқа айналдырып жібере көр деп зарлап Құдайдан жалынбарынған екен. Сол кезде Құдай олардың тілегін қабыл етіп, 40 қызды тас мүсінге айналдырып жібереді екен. Осылай 40 қыз туралы аңыз әңгіме ұрпақтан ұрпаққа тарап, аманат болған екен.